тамаша. Бәрі келді. Қорқыт дәстүрлі саз ансамблі, Жұлбахан керемет дара тұлға ерекше сезініп отырмыз. Шыны керек, сол Сидней Олимпиадасындағы жарқын сәттер, Сидней Олимпиадасынан кейінгі сәттер көз алдымызға келгендей болды. Енді бізде ол кезде мектеп оқушымыз, бірақ Бекзатты үйде отырып, сол Сидней Олимпиадасында жарқын жеңісіне куә болдық. Елі қалай аялап оны ардақтап кәдімгідей биікке көтергенін де көрдік. Енді қайғылы оқиға орын алғанда бәріміз естіп қабырғамыз қайысты ол кезде. Сөзін шыны керек, кереметтей қазір сөз жоқ енді. Туындының авторы өзіңізсіз. Және сізбен бірге шәкірттеріңізді алып келген сияқтысыз. Олар болса, оларды келіңіздер, ортамызға шақырайық, келіңіздер. Келіңіздер. Айбек Әрімбек және Даяна Тұрманова. Қош келдіңіздер, микрофонды алып жауап беріп отырсаңыздар. Енді жалпы дара тұлғадан бастайық. Бұл шығарманы жазуға қанша уақыт кетті? Микрофон сізде бар. Сіз айта беріңізге. Енді сәтті Алладан дейді ғой. Иә. Енді шындап айтқанда алдағы жылда қайтқанына 20 жыл болады. Тірі болса 40-қа толатын еді деген ой келді. Анау киносын көріп, біраз директісін оқып, еске алып, сол бет бұрдым. Содан кейін осы дала тұлғаға неге шығарма жазбасқа, неге арнау жазбасқа деп сондай бет бұрып, Бекзат Саттархановқа, еліміздің дара тұлғасы, чемпионы, 3 бөліктен шығарма, өздеріңіз жаңа естідіңіздер ғой. Өмірі, жетістігі, сосын жарқ етіп өткен өмірден кездерін сол жеткізуге тырыстым. Жалпы өзіңіз бұл идеяға енді өзіңіз айтып отырсыз, кино туындыны көрдіңде. Хабар арнасы түсірген Бекзат фильмін көргеннен кейін ой келген шығар. Біздің балалар енді музыкант болғанмен спортпен айналысатын да жігіттер бар, жігіттер. Сол арасында әңгіме ретінде еске алған кез болған кезде. Өзіңіз спорт тамашалайсыз ба, әлде Бекзатты көргеннен кейін елдің рухы көтеріліп жатқаннан кейін, ел бір сағынғаннан кейін неге мен өзімді қоспасқа дедіңіз? Бір жағынан елдің сағынышы бар. Жастарға тәлім тәрбие ретінде еске алатын жағдай болсын деп, сол енді осы шығарманы жазуға бет бұрды. Қыздар, жігіттер, сіздер бұл шығарманы қалай қабылдадыңыздар? Қаншалықты жүректеріңізден орын алды? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Ең бірінші осы ұстазымыз шығарманы жазып алып келген кезде бірден өзімізге шығарма жүрегімізден жетіп, жақсылап, болашақта жақсылап шығаруға тырыстық. Өзіміздің қазағымыздың жалпы дара тұлғасы осы Бекзат ағамызға арналған шығарманы. Өзіміздің шыны керек барлығымыз атсалысып бірге арғарай жақсылап шығаруға, дамытуға тырыстық. Енді өздеріңіз енді бәріміз ол кезде мен де әлі бір жеткіншек баламын. Сіздер де сондай шақтарыңызда Олимпиада чемпионы болды ғой. Сол бір жарқын сәт өздеріңіз көрген шығарсыздар. Экраннан, көгілдір экраннан алтын медальға қол жеткізген сәтті. Көрдіңіздер ғой, өздеріңіз? Көрдіңіздер. Әбден зерттеген шығарсыз, әйтпесе бұл шығарманы дәл осындай деңгейде жеткізу ол қиынның қиыны. Жай ойнай салуға болады. Содан кейін түрткі болды ғой, шығарма жазу. Енді 2 минут деген ол көп уақыт емес, бірақ 2 минуттың ішінде сол бүкіл өмірді жеткізу мен үшін бір парыз сияқты болды да, енді Алланың көмегімен дейді ғой бәрі де. Ниетіміз зү болғаннан кейін осы енді халықтың көңілінен шығатындай, жастарға рух беретіндей, өздеріңіз жаңа естіп жатсыздар, анау жетістігін көрсеткен кезде қазақтың рухын көтеретіндей домбырамен шығардым әдейі. Жақсы. Енді Бекзат Саттарханов туралы бұл шығарманы естіген әрбір қазақ шыны керек жүрек елжірейтін сөзсіз, көңілі босап, сол бір жарқын сәттерді еске алар сөзсіз. Енді жастар рухтанады, бұны бейнемен бірге тамашалаған кезде.
Енді дәл осындай ұлы тұлғалардан бөлек, Бекзат Саттархановтан бөлек тағы да Бауыржан Момышұлына арналған да шығармаңыз бар екен, иә? Жалпы дәл осындай ұлы тұлғаларға арнап шығарма жазуда бір не түрткі болады? Қалай, қайдан ізденесіздер? Шабытты қайдан аласыздар? Ой, қалай Идея келеді қайдан бірден, келеді? иә. Осы биылғы жылы Тараз қаласында республикалық бірінші этно-фольклорлық ансамбльдің арасында үлкен байқау болды. 18 ұжым қатысты. Сол байқау болардың алдында бір жыл бұрын бізге ережелерін жіберді. Сол жерде шарттары болды. Таразға арнау, немесе батырларға, жалпы Тараздың атын шығарған азаматтарға шығарма жазу керек еді. Ойланып, тоғанып, осылай бейбітшілік өмірде өмір сүргеніміз бірінші Құдай, екінші осындай батыр Бауыржан ағаларымыздың арқасында шалқып жүргеніміз белгілі барлығымызға да. Неге сол тұлғаға арнамайым деп ой келді. Сол Жақсы, енді былай жасайық, енді біздің сіздің шәкірттеріңізбен де сөйлессек, жалпы Қорқыт саз тобына келсек, жігіттер, қыздар әрқайсысы енді бір-бір аспапты алған, бірақ әрқайсыңыз бірнеше аспапта ойнай алады екенсіздер. Солай ғой, жалпы ішкі атмосфераны бөліссеңіздер. Жалпы сіздің ұстаздарыңыз жұмысты қалай жүргізеді? Сіздердің өзге оркестрлерде, топтардың ерекшеліктеріңіз неде? Біздің ұжымның басқа ансамбльдерден ерекшелігі ол әрбір әртіс бірнеше инструментте орындау. Сіз арнайы солай алдыңыз ғой, оппа. Әлде олар дайын болып келді ма? Жоқ, біз арасында бізде белгілі музыкант Еділ Хусайынов деген ағамыз бар. Сол кісі жалпы басында үйретіп, сол кісіден дәріс алып. Жақсы, айта берсеңіз олар. Және де ең басты қойылған талап ол әрбір музыкант бірнеше инструментте орындауы тиіс, және де әр әртіс шаңқобыз аспабын жетік меңгеруі тиіс. Еділ Хусайынов сияқты. Сол кісіден дәріс алып үйрендік. Сіздер кәдімгідей шебер орындайсыздар ғой, шаңқобызды ойнайсыздар ғой. Иә. Керемет. Ұлтымыздың көптеген аспаптары бар ұжымда. Олар домбыра, примақобыз, қылқобыз, сасырнай, жетіген, және де ұмыт болған аспаптар да бар. Олар мүйіз, үрлемелі аспаптар қатарына жатады. Мүйізде ойнау қиын емес сияқты. Мен көбінесе біз оркестрде тамашалап отқан кезде мүйізде отқан мына жігіттікі, немесе қыз ең оңай осынікі деп айтатынбыз. Негізі олай емес, оның өзінің бір шеберлігі бар. Аспап жоқ. Оның да бір арнайы ритмдары керек ұстап отыратын, иә? Ол ритмге келмесе болмайды ғой. Мүйіз кімнің қолында, жігіттерде бар ма? Қазір жоқ, бірақ негізінде Арқат деген жігітіміз. Оңай емес қой Арқат, негізі. Бүгін арнайы келіп мүйізде бір туынды орнап берсек, халықтың көзіне жайып берсек, бізде халық білесіз ғой, мүйізде ойнап жатса дейді. Мынау ең оңайы. Келешекте міндетті түрде алып келеміз. Және қолыңыздағы сасырнай бұл кезінде Отар қалашығынан табылған. Тамаша аспап, кейін жаңғыртылған. Жалпы дыбысы түсінікті, барлығымыз білеміз. Бұлай жасайық. Оркестрдегі жігіттер арнайы кастингпен өтті ма топқа, әлде бұрыннан бері бірге оқып, бір жоғары оқу орнын тәмамдаған жастар ма барлығы? Жалпы, қандай шарт қоясыз? Барлығы осы, көбісі енді Астана қаласында осы. Қазақ ұлттық университетінің арасында студенттер де бар, бітіріп кеткен балалар да бар. Қабылдайтын кезде ұстазымыз осы жайдан жай қабылдай салмайды. Өзінің белгілі шарттары бар. Ең бастысы өзінің мамандығы бойынша шебер орындап тұру керек. Және де басқа аспаптарға, сосын музыка жағынан да барлық жан-жақты қарап, талап бойынша алады барлығымыз. Жақсы, бір енді оркестрдің бір керемет жері, менің енді соңғы жылдары біздің қонақтар көп келеді да бізге, түрлі аспаптар, оркестрлері. Олардың басым көпшілігі қандай жоспарларыңыз бар, биылға не жаңалық болды десеңіз, шетелге барған сапарларын айтады. Сіздерде де енді көп шетелге шығатын шығарсыздар? Шығып жүрміз ба? Осы жылы қайда бардыңыздар және келесі жылы қай елге бару жоспарда бар? Қандай жоспар бар? Осы жылы енді көптеген шетелдік сапарлар болды, шетелге концерттер болды. Оның ішінде
жаңағы Казань Татарстанға Татарстанға бардық. Және Катарға бардық. Дохаға бардық Иә. Иордания бар. Қытай, Қытайға бардық, иә. Және де осы келесі жылда енді бұйыртса осы 2020 жаңа жылымызды бұйыртса енді Иран қаласынан Тегеранға барасыздар. Иә, бұйыртса. Ал 2019-ды қалай қорытындыладыңыз өздеріңіз? Ризасыздар ма бұл жылға? Ойлашы, Айсұлу отан. Жоқ, риза емеспіз деп айтпайтын шығар. Айтсын да естейікті. Риза емес шығар бір. Өзіне риза емес шығар. Жақсы. Енді жігіттер, бұлай жасайық, 2000 жігіттерді қоямыз біздің қонақтарымызға. 2020 жылға енді біз білеміз, қазіргі таңда бір жаңа бір үрдіске айналып бара жатыр дәстүрге. Көптеген әншілеріміз дұрыс қадамға бет бұрып жатыр. Осындай оркестрлермен, ансамбльдермен бірге жанды дауысты ән шырқайды. Сіздердің осындай бір байланыстарыңыз жоқ па әншілермен бірге? Міндетті түрде ол болу керек деп есептеймін. Билдікқа енді келесі 20 жылдағы жоспарларымыз ең бастысы ансамбльдің 5 жылдығы биыл. Құтты болсын. Бұйырса сол үлкен есеп беру концертімізді халықтың алдында паш етеміз бе деп ойлаймын. Қазақ ұлттық университетінің бетке ұстар ұстазы Тельман Нұртай деген жігіттің авторлық кешін өткіземіз бе деп жоспарлап жатырмыз. Негізінде енді ұжым қалай өседі? Байқауларға қатысса, ірі жобаларға шықса, ірі жобаларға шықса, сол енді конкурстарға қатысамыз деген ойымыз бар. 5 жылдық есеп беру концертімізді Нұрсұлтан қаласында өтеді ол, е? Бұйыртса. Және елдегі аралайсыздар ма, ел аймақтарды? Жоспарда бар шығар. Әрине. Қорқыт деген кейін Қызылордаға да баратын сияқтысыздар. Барып тұрамыз. Сол енді сондай жоспарымыз бар. Негізінде енді жаңа айтып жатсыз ғой, билдікқа қалай өкпелеріңіз бар ма, жоқ? Өкпеміз жоқ. Иә, соны сұрайды деймін. Айт деген байқауларға бар ма деп Нұрсұлтан мені бір. билдікқа енді жаңа Айбек айтып кетті ғой, біраз елдерге барып келдік. Жобаларға қатыстық, біраз жақсы бетке ұстар жобалар, байқаулар, бүкіл байқауларға қатысып, енді гран-при бірінші орындарға ие болып келдік. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, 18 ұжымның арасында гран-при бірінші орын алу, ол енді оңайға соққан жоқ. Жігіттерге, қыздарға алғысымды айтам. Себебі еңбегімді елдің алдында еселеп жатыр. Еңбектің еленуі деп осы айтады ғой. Иә, сол. Енді сол айтады. Жақсы, енді былай жасайықшы, сіздерге сұрақ. Шетелге көп барамыз, бұл қорытынды сұрақ болсын. Шетелге көп барасыздар, мысалы біздің ұлттық аспаптар, біздің шетелдіктер, енді сіздер ойнап жатқанда сезесіздер көздерінен, олардың эмоцияларынан несімен ерек болады, несімен таңғалдырасыңдар басым көпшілігі? Қалай қабылдайды жалпы? Жалпы шетелде осы қазағымыздың домбырасы болсын. Домбыраға барлық көз үйренген сияқты қазірдің шетелдің басым көпшілігі. Иә, үйренсе де жаңағыдай барлығы осы таңғалып, екі шектен осындай тек қана қазақтың күйін ойнамай, осы шетелдікте арасында шығарма ойнап жүреміз. Өздері таңғалады, шыны керек. Енді жалпы осы Қазақстанда жүргеннен кейін былай ойнай бересің, қатты байқалмайды ғой. Шетелге шыққан кезде жаңағы шабытың ашылады. Иә, шабытың ашылып, олар таңғалып, қызығушылық танытып, жалпы домбыра емес, қазағымыздың жаңағы састырнай, сыбызғы сияқты. Жетігенге де таңғалады. Жетіген аспабымызға. Қылқобызға таңғалады. Соған кездеген аспабының негізі таңғалуға болады, шетелдіктер таңғалдыруға болады екен. Мен басым көпшілік көремін, сосын әрі мерекелік кештерде, концерттерде шетелдіктер басым көпшілігі аспаптарға қарап отырады, мынадан қалай дыбыс шығады. Сіздің қолыңыздағы мысалы, дәл осыған да таңғалатын. Өйткені өзге елдерде мен көп байқамаймын бұндай. Біздің отырғалашыған табылған аспапты шетелдіктер қалай қабылдап жатыр? Олар көбісіне былай қарайды, мынау кішкентай аспап, бесақ, несі бар, тесігі бар дегенде, неден жасалған деп сұрақтарды қояды да, сонда құмнан істелінген, глинадан істелінген десе, қалай деп желдің дыбысын жеткізуге болады.
қаншама керемет әуендерді жүрекке жеткізетіндей әсерлі қылатындай туындыларды қазір енді композиторлар Сазсырнайға, Қылқобызға, Домбыраға деген біраз шығармаларды орындап жатыр. Қазақ даласы күнін осы Сазсырнаймен ақ жеткізуге болады сияқты. Әрине. Бір тыңдап, Иә, бір тыңдайық. Міндетті түрде. орындап. Сейдолла Бәйтерековтың шығармасы кішкентай. Кішкентай. Тамаша. Бәрекелді, мынау енді Тамаша. кезінде археологтардың біздің қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегі үлкен, қоғам қайраткері, этнограф, тарихшы Өзбекәлі Жәнібеков атамыздың бастамасымен жасалған зерттеулердің жұмыстарының нәтижесінде мінекей осындай дүниелер ансамбльге келді. Алдымен бастапқыда бұл аспап, қателеспесем, сазген. Сазген, отырар сазы. Отырар сазға келген болады. Ары қарай мінекей қорқытқа да жетіп отыр. Сол дамытты ғой. Дамытты. Сіздерге рахмет айтамыз. Шығармашылық табыстар тілейміз. Жаңа жылда жақсы жетістіктерге, жарқын жетістіктерге жете беріңіздер. Ел аралап, шетел аралап, біздің еліміздің мәртебесін арттыра беріңіздер. Рахмет сіздерге. Үлкен белестерді бағындыра бергейсіздер. Көп рахмет сіздерге. Біз әрмен қарай кезекті бейнебаянға береміз.